Қайырлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Сырты дәл осылай шықырлап тұратын, іші толықтай пісетін пирожкидің рецептісімен сіздермен бөліспекшімін. Іші шикі болып қалады, піспей қалады деген ханымдар үшін бұл рецепт. Міндетті түрде видеоны қараңыздар. Және де томатты соуспен жеген өте үйлесімді болып кетеді. Сондықтан мен сіздерге осы видеоның ішінде томатты соусты қалай дайындау керектігін де көрсететін боламын. Міне ішін сіздерге бөліп көрсетіп жатырмын. Іші дәл осылай толық піскен, үрленіп піскен, өте әдемі болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша дәл осылай жесеңіздер де болады. Өте керемет болған. Сондықтан да сіз осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауға тиіссіз. Ең алдымен жылы су қажет, жылы сүт қажет, барлығын біріктіріп құямыз. Бетіне тұз және қантты бірденнен саламыз. Одан кейін сақтау мерзімі өтіп кетпеген аштығымызды салатын боламыз. Қант пен тұз ерігенше жақсылап осылай араластырамыз. Сары майды бетіне ертіп құямыз. Негізінде осы сары майды қосқан дұрыс, сұйық майға қарағанда. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала еліктен өткізіліп қойған ұнды 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бірденен барлығын салмаймыз. Осылай жақсылап араластыра отырып салатын боламыз. Қолымыз салып жұмсақ қамыр илейтін боламыз енді. Өте жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр болуы тиіс. Қамырды илеп болғаннан кейін бір шай қасық майды осылай құйып, барлық шетіне жағып, бетін жақсылап жауып, жылы жерге қалдыратын боламыз. 1 сағат көлемінде жақсылап ашып қалуы тиіс. Жақсылап ашып, көтерілгеннен кейін бір рет басып, қайта бетін жауып қойсаңыздар болады. Оған дейін начинкасын дайындап қоямыз. Мен тек қана картопты пайдаландым. Егер де сіздерге қалауларыңызша капуста мен басқа да асқабақпен жасағыларыңыз келсе, жасасаңыздар болады. Кез келген пирожкилерге арналған бұл универсалды тесто. Мен тек қана осы балалар картоппен ұнататын болғандықтан картоппен жасадым. Менде мына жерде сүт құйдым, және де бөлме температурасында еріп тұрған сары май. Одан дәміне қарай тұз және де бұрышты салдым. Картопты езетін боламыз. Егер де картоп езетін сіздерде болмаса, шанышқының көмегімен де езіп алсаңыздар болады. Картопты толықтай жақсылап қайнатып алыңыздар. Мен картопты қайнатқан кезде бірденен бетін қабығын аршып, одан кейін барып турап бірденен солай қайнаттым. 15-20 минутта картошкаларыңыз дәл осылай жұмсақ болып пісіп қалады. Міне картопты пюреміз дайын, бір шетке қойып қоятын боламыз. Соусын алдын ала дайындап қоямыз. Томат пастасы бұл жерде, және де бір тіше сарымсақ. Кез келген аскөкті қоссаңыздар болады. Менде бұнда көк пияз майдалап шұқалап туралған, және де укроп қоссаңыздар да өте жақсы кетеді. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз бетіне бірденен. Бетіне ең соңында қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұзы ерігенге дейін. Менде мұнда кішкене су аз болып тұр. Тағы да құятын боламын бетіне. Кішкене сұйықтау етіп дайындасаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша. Қою етсеңіздер де болады. Көбіне ресторандарда шашлыкпен бірге берілетін соус, осы соус. Универсалды соус бұл да. Кез келген тағаммен араластырып жіберуге болады. Міне соусымыз дайын. Енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Міне қамыр өте жақсы көтеріліп тұр. Мен бір рет басқан болатынмын. Жақсылап ашыған кезінде барлығын ұнды сеуіп, қамырдың барлығын түсіріп алатын боламыз. Қамырды қатты баспаймыз, дәл осылай. Міне осылай кішкене домалатып, сопақша етіп аламыз. Ұнға жақсылап аунатамыз, себебі кішкене қолға жабысатын қамыр.
Енді бөліктерге бөлеміз. Сіздер егерде пирожкиларыңыздың бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегімен бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшермен кестім. Қамырды осылай бірінші қолымызға аламыз, кішкене осылай ішіне қарай тығыздап аламыз. Осылай төменге қойып, жақсылап алақанымызбен баса отырып, осылай домалақтап аламыз. Дөп дөңгелек болып шығады. Міне, осылай барлық қамырды дайындап қоятын боламыз. Кішкене астында ұн болсын, себебі жабысып қалуы мүмкін. Міне, дәл осылай қайталап көрсетіп жатырмын. Өте оп-оңай доп-домалақ ету. Міне, кішкене алақандарыңыздың көмегімен басыңқырасаңыздар болғаны, саусақ жақтарыңыз кішкене бос тұрады. Міне, осылай. Бетін майлықпен жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Кішкене ғана ұн себе отырып жаямыз қамырды. Бірденен ұнға малып алдым. Дәл осылай жайлап қатты баспаймыз бірденен. Ақырындап жаямыз. Өте жұмсақ, дәл бауырсақтың қамырындай негізінде. Қатты емес, және қатты да бір жұмсақ емес. Өте әдемі қамыр. Қалыңдығын дәл осылай етесіздер. Бауырсақтыкінен де кішкене жұқалау қылсаңыздар да болады. Себебі жақсы пісуіне керек бұл жұқалық. Ішіне начинкасын салып жатырмын. Бірденен сіздерге түйіп көрсетемін. Шетінен бастап осылай қысып, соңына дейін жақсылап қысатын боламыз. Міне, дәл осылай. Қаттырақ қысыңыздар, сонда ортасы ашылып кетпейді. Ашылып, кейбір қыздар айтады, картоп сыртына шығып кетеді дейді. Сол себепті тек қана қаттырақ қыссаңыздар болды. Дәл осылай артқа қаратып қойып қоямыз кішкене. Осы кезде майларыңызды құйып, май қыздыра берсеңіздер болады. Шоңғылдау ыдыс болсын, және де осы пирожкилеріңіз толықтай батып тұруы тиіс, себебі май аз болса да пирожкилеріңіз піспей күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан да майларыңыз жақсы жететіндей болсын. Мен қазір видеода көрсетемін. Міне, дәл осылай майға кішкене пирожки батып тұруы тиіс. Қызып тұрған майға саламыз, және де бірденен майды астын жақсылап басып қоятын боламыз, себебі өте қатты отта бірденен күйіп кетеді, іші піспей қалады. Сондықтан да майды бір қыздырып алғаннан кейін бірденен пирожкилерді салмай тұрып астын басып қоюымыз керек. Осылай саламыз, тез піседі. Қарап тұрыңыздар. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз, мені жоғалтып алмаңыз. Міне, келесі бетіне аударып жатырмын. Дәл осылай жай отта қып-қызыл болып пісуі тиіс. Өте аппетитный болып тұр түрлері. Бірденен майдан алғаннан кейін пирожкилерді міндетті түрде қағаз майлықта жақсылап майын сіңдіріп алыңыздар, себебі майы сыртына шығып тұруы мүмкін. Осылай сүзіп алып, қалған пирожкилердің барлығын дәл осылай қайталап пісіріп шығатын боламыз жай отта. Міндетті түрде жай отта пісіреміз. Міне, барлығы кереметтей болып пісіп шықты. Соустарыңызбен жақсылап жеңіздер. Және де лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.